Сәлем достар, мен бүгін сіздерге банан туралы ақпарат беретін боламын. Видео ұнаса, тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз. Банан сөзі латын тілінен аударғанда ақылды адамның жемісі деген мағынаны білдіреді. Бананның отаны оңтүстік шығыс Азияда 11 ғасырдан бастап пайда болды. Банан Үндістан, Эквадор және тағы басқа әлемнің бірқатар елдерінде өседі. Бананның адам ағзасына пайдасы өте көп. Оның құрамында алма қышқылы, ферменттер, минералды заттар, фосфор, магний, калий, кальций, натрий, А, Б, С, ПП, Е дәрумендері бар. Банан ағзадағы қан мөлшерінің бір қалыпты болуына ықпал етеді. Аяқ-қолдың мезгілсіз тартылуы, шаш түсімін, теріге ерте ажым түсуін қадағалайды. Ағзадағы зиянды қалдықтарды сыртқа шығарады. Өт, бауыр, асқазан жолдарын тазартады. Күйзеліс, көңілсіздік, стресс кезінде көмекке келеді. Аяғы ауыр және жас сәбиі бар келіншектер, қарт кісілер, кішкентай бөбектер бананды көп пайдаланған жөн. Сондай-ақ кез келген адамның күнделікті ас мәзірінде 1-2 тал банан болғаны абзал.